Берік пен Самалдың үйленгендеріне жылдан асты. Өзге отбасылардан бұлардың еш айырмашылығы жоқ. Берік күндегісінше жұмыстан шаршап келіп диванға қисая кетті. Пультті таппай тұруға ерініп дауыстап әйелін шақырды. Самал, пультті тауып берші. Орныңнан тұрып ала салу қиын ба? Ана жақтан мені шақыру керек, иә, сол үшін. Ракат осылардікі, дүниені қырып келгендей жатады шалқайып, жанындағы пультті де ала алмайды. Мен ойнап жүрген жоқпын ғой, тамақ пісіріп жатырмын. Қазір асты күйсе менен көруші болма деп Самал жұлқына пультті Беріктің ішіне атып ұрды. Осы қатын бірдемені қатырып жүргендей неменеге кісі боп жүреді екен, Қашан көрсең де қабағы бір ашылмайды. Қыз күнде бәрі жақсы деген жіптіктей сұлу еді, бір жылда біттейіп семіріп алды. Кезінде сұлу сияқты еді, сол сұлулықтан түкте қалмаған. Кеш болмай тұрғанда басын ашып алу керек. Не бірге боламыз, не қоштасамыз. Іштей осылай деп отырған Берік әйеліне біртүрлі жиіркене қарады. Ертесі Берік жолдың арғы шетінде тұратын құмалақ ашатын әжеге барды. Берік өзі аңғалдау сенгіш жігіт. Жолдастары барма десе де тыңдамай, қиналғанда осы кісіге баратын әдеті бар. Беріктің әңгімесін асықпай тыңдаған әже құмалағын шашып жіберіп: әйеліңді әлемдегі нөмірі бірінші сұлуға айналдырғанымды қалайсың ба деді көзін бақырайтып. Иә. Әйелімнің ертегідегі нағыз хор қызына айналғанын қалаймын. Тілеуің болады. Әйелің бүгіннен бастап өзгереді. Таныстарың танымай қалмас үшін әйеліңді бірден немесе күн санап ақырындап өзгертетін боламын. Бірақ бір шартым бар. Сен де сол хор қызына лайық күйеу болуың керек. Онымен бірге сен де өзгеруің тиіс. Келісесің бе? Келістім. Ендеше мен де кірістім. Берік үйге кірген бетте ас үйде жүрген әйелінен көз алмады. Теледидар көргенсіп, әйелін бағыр отыр. Қашан хор қызына айналар екен? Көкейдегі сұрақ осы. Самал күйеуінің өзіне тесіле қарап отырғанын сезіп, аздап қысылып қалды. Мені алғаш көргендей сонша қарағаны несі? Бүгін өзі жаман халатымды киіп алып не киіп алған деп отырма екен, құрысын, дене бітімімді жинап тұратын қара көйлегімді киіп алайыншы деп жүгіріп барып, тез киімін ауыстырып алды. Қобыраған шашын жинап, ерініне білдірмей жылтыр далабын жағып қойды. Берік Самалдың әр қимылын қалт жібермей отыр. Құмалақшының сиқыры іске асуда, әйелім арықтап, сұлуланып бара жатқандай ма, қалай өзі? Көйлегі де жарасымды деп ойлап отыр. Сәлден соң әйелі, сонша қарағаның не? Дегенде сасқалақтап, қызарып көмектесейін бе, картоптың сыртын тазалап дегендей деп бірдеңе айтқансыды. Жоға, ас дайын деп күлді Самал. Ертесі Берік үйге жеткенше жоқ, зор қызын көргенше асықты. Хор қызына лайық құрмет көрсет деген жоқ па құмалақшы, ендеше ең әдемі гүл алайын деп 101 голландиялық раушан гүлін сатып алды. Үйге кірсе, Самал былтыр өзі әперген қызыл көйлегін киіп, әдемі боп боянып, құлпырып тұр екен. Хор қызының шашы да ұзын, кірпіктері де сұлу болады екен-ау деп тамсана қарады Берік. Раушан гүлді құшағына алғаны, көздері түйіскенде қысыла төмен қарағаны, бәрі зор қызына тән, өзіне сондай жарасымды. Самал дастарханды жайнатып қойыпты. Ертеңгі премьераға 2 билет алдым. Оған дейін саған керемет көйлек алайық деді Берік. Хор қызына тән көйлек әперемдей жаздап тілін тістей қойды. Ой, мен теледидарды қосуды ұмытып кетіппін ғой, күнде көретін кином басталып кетті. Самал пульт әкелуге бара жатқан Берік қолынан шап берді. Қоспай-ақ қойшы, көргім кеп тұрған жоқ. Одан да ертеңгі күнді жоспарлайықшы. Сонымен күні бойы менімен болуға келісесің бе? Сен ше? Самал таңғалып қарап отыр. Хор қыз расында сұлу болады екен. Өмір бақи бұл арумен қол ұстасып өтсем арман бар ма менде? Ал хор қызы менің ұрпағымды жалғастырса ше? Қандай керемет. Бірақ ол келісер мекен деп ойлады Берік іштей. Саған не болды? Бірдеңе айтқың кеп отырған сияқты. Қобалжып отырсың бір түрлі. Тыныштық па? Иә. Қалай десем екен? Мен сенің бала туып бергеніңді қалаймын, сұлуым, хор қызым. Самал қуанғаннан күйеуін құшақтап ұзақ жылады. Хор қызымен өткен әр күнім, әр түнім қандай тамаша. Онымен өмірімнің соңына дейін болсам арман бар ма менде деді іштей Берік, екінші немересін қыдыртып жүріп. Жанат Бақыт.